Менің аты жөнім Айдарханова Меруерт Сапаргалиевна. Мен дәрігер-акушер-гинеколог, денсаулық сақтау саласының MBA магистрі болып табыламын. Қазіргі таңда Атырау облыстық перинаталдық орталықта директордың медицина бөлімі бойынша орынбасары болып жұмыс атқарамын. Мен Алматы қаласында 2010 жылы Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетін аяқтадым. Сол жылдан кейін өзімнің еңбек тәжірибемді Ақтау қаласы облыстық перинаталдық орталықтан бастадым. Атырау қаласына 2010 жылы келіп, Атырау облыстық перинаталдық орталықта халық перзентханада еңбек етіп келдім. Қазіргі таңда жұмыс орным Атырау облыстық перинаталдық орталығында. Жалпы дәрігер мамандығы ол әрбір адамға сай келе бермейтін мамандық. Ол үшін әрбір адам өзінің жүрегінің қалауымен бұл мамандыққа келу керек. Соның ішінде акушер-гинеколог болу ол басқа, әрине барлық мамандық дәрігердің ол қиын мамандық болып табылады, оңай емес. Но соның ішінде акушер-гинеколог болу ол бұл айтсам бұл жоғарыдан берілген бір шеберлік деп таним. Жалпы акушер-гинекологтың жұмысы ол өте ауыр. Басқа сала бойынша медицинада бір өмірге жауап берсе адам, акушер-гинекологияда екі өмірге жауап береміз. Ол ананың өмірі және баланың өмірі. Атырау облысы бойынша барлық асқынған жүктілік осы Атырау облыстық перинаталдық орталығында емделеді, осы жерде ота жасалынады, осы жерден босандырылады. Бұл облыстағы жалғыз перинаталдық орталық, яғни үшінші деңгейдегі перинаталдық орталық болып табылады. Бұл жердегі жалпы болатын жағдайлар, ол критикалық жағдайдағы науқастар, санавиация мен басқа да шалғай ауылдардан, райондардан осы перинаталдық орталыққа алып келінетін науқастар. Біздің перинаталдық орталықта бала жолдасының енуіне, яғни бала жолдасының бала босану жолында орналасуы, оның енуіне байланысты операциялар осы биылғы жылдан бастап жаңағы органосохраняющий дейміз, яғни жатырды аман алып қалу мақсатында жүзеге асырылып жатыр. Ол операцияның аты метропластика. Әрине бұл операция өте қиын операция, дегенмен де жасалған оталарымыздың ішінде оң нәтижелі оталар шығып жатыр. Биылғы жарты жылдықта осындай 3 әйелге ота жасалынып, оның нәтижесі оң болып шықты. Яғни біздің сол әйелдеріміз ана болу бақытын тағы да сезінуге мүмкіндік туды. Жалпы осы перинаталдық орталықта акушериямен қоса тағы гинекологиялық операциялар, лапароскопия, гистероскопия, гистерорезектоскопия тәрізді операциялар жүргізіледі. Бұл біздің облысымыздағы осы перинаталдық орталыққа келетін әйелдердің гинекологиялық асқынған аурулары бар, яғни ауыр отаны жүргізу керек әйелдер осы орталыққа келіп, қазіргі таңда операция жасалынып, өзінің емін алып жатыр. Біздің орталық осы бір жыл бұрын күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп, қазіргі таңда ішінде керемет күрделі жұмыстары жүргізілді. Күрделі жұмыстан кейінгі қазіргі орталықтың жағдайы өте жақсы деп айтсам болады. Ота бөлімі құрал жабдықтармен қамтылып, өзінің жеке вентиляциялық системасы қондырылды. Сонымен қатар осы 5 қабатты ғимаратта, яғни біздің акушерия бөлімі деп аталынады. Бұл жерде босану бөлімі, босану алды бөлімі, босанғаннан кейінгі бөлімше, жаңа қабылдау бөлімі орналасқан. Вентиляция жүйесімен қатар ол біздің орталықтың эпидемиологиялық ахуалына өте өзінің көп пайдасын тигізеді. Яғни ВБИ дейміз, внутриполиничная инфекция, соның болмауының алдын алады. Сонымен қатар вентиляциямен қоса және ауа салқындатқыш өзінің жүйесі бар. Яғни жалпы орталықтағы осы ғимараттағы ауа температурасы өте қалыпты. Ол біздің аналарымызға, олардың бөпелеріне өте ыңғайлы температура болып табылады.